Сәлеметсіздер ма? Бүгін мен сіздерге ас шаян дайындауды көрсеткелі отырмын. Міне сатып алдық магазиннен. Енді бізде ас шаяны бізде мұхиттың жағалауында тұрмаған себепті біз барып магазиннен аламыз. Сондықтан міне менде жуылып ас шаян дайын тұр. Оған керек дайындауға соя соусы, имбір, міне чеснок. Енді қазір біз алып чесногымызды турап дайындап алайық. Чеснокты өте ұсақ қып. Чеснокты да, имбирді де ұсақтап тұраған жақсы. Сонда құрған кезде өте дәмді. Сондай әрі пайдалы, әрі дәмді. Енді әрине ас шаяны біз тұздалған, жаңа қайнатылған, тоңазытылған күйінде біздің қолымызға келіп түседі. Ал егерде мұхиттың жағалауынан алып дайындасақ, онда ас шаянын суға салып, 15-20 суға салады, тұз салады, сөйтіп 15-20 минутқа қойып қояды. Сонда ас шаяны барлық тұзды суды жұтып, ішіндегі заттардың бәрін шығарып, құсып тазаланады. Енді қазір біз чесногымызды бәрін турап біткеннен кейін, ас шаяны қайнап, менде суым қайнап тұр. Қайнаған суға салып, 2 минуттай қайнатып аламыз. Сосан барып қуырамыз. Енді соған гарнирі мен қазір күрішті пісіріп қойдым. Күрішті дайындап. Бұл өте пайдалы. Сондықтан менімен бірге аяғына шейін болыңыздар. Сіздер де ас шаяны дайындаңыздар. Ас шаяны енді креветке ғой. Қазақша ас шаяны делінеді. Міне енді чесногымызды турап қойдым. Бұл ас шаяны дайындаған кезде чеснок көп болғаны жақсы. Енді менде қазір үйде азырақ қапты, сол барын турай салдым. Сіздер өздеріңіз дайындаған кезде көп салсаңыздар, чесноктың дәмін кіргізеді, өте дәмді болады. Ас шаяны сонда, ас шаяның дәмін кіргізетін чеснок пен имбир. Чесноктарды тазалап, көбірек қып, молырақ қып, турап, чеснокпен бірге турасыздар. Менің суым қайнап тұр. Қазір турап біткеннен кейін, имбирді турап біткеннен кейін суға қайнатып аламыз. Міне суымыз қайнап жатыр. Енді жаңағы ас шаяны саламыз. Енді 2-3 минут қайнатамыз. Қазақтар етті салып 2-3 сағат ет пісірсе, мұхит жағалауының халықтары 2-3 минутта тамақтары дайын болады. Үстіне шықты чаяндарымыздың бәрі. Енді қазір сүзіп ыдысымызға салып аламыз. Мен табамыздың астына от жағып, майымызды қыздырып қойдым. Міне. Енді табамыздың астына отын қойып, майымызды құйып дайындап алдым. Енді қазір міне чесногымызды қуырам. Имбирімізді. Ой, иісі қандай керемет. Осы имбир мен чесноктың иісі адамның тәбетін ашады. Енді міне жаңағы чаяныңызды саламыз. Енді соя соусын құйып жүреміз. Бұл шаян Қытайдың рецепті бойынша, Қытай халқының рецепті бойынша дайындап жатырмыз. Міне, ыдысымызға салып, ас шаян дайындадық. Әрине, жаңадан алып пісірген кезде
ол светі түрі қызыл болады. Ал біз магазиннен тоңазытқан күйінен оны еріттік, оны қайнаттық, цветі біздің қызғылтым болмай тұр. Енді қазір бұдан дәрі дәмді кіргізу үшін лимонның сөгін бүйтіп тамызып бөліп жіберсек болады.